Қайырлы күн, достар! Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді әрі жұмсақ бауырдан жасалатын котлеттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Дәміне енді сөз жоқ, өте дәмді. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Бізге қажетті заттар: бауыр, картоп, пияз, сәбіз, сарымсақ, ұн және қасықтың ұшымен кішкене ғана ас содасы қажет. Жасалуына қажетті заттардың мөлшерін видео астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен аталған барлық ингредиенттерді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қарап тұрсаңыздар, жасалуы өте оңай. Дайын болған массамызға дәміне қарай тұз, бұрыш, қасықтың ұшымен кішкене ғана ас содасын және ұнды салып араластырамыз. Кейіннен табамызға аздаған сұйық май құйып, орташа отта майымыз қызғаннан соң котлеттерімізді пісіруді бастаймыз. Піскен котлеттеріміздің майын сорғып алу үшін қағаз салфетканы үстіне орналастырамыз. Мінекей, осындай аз уақыттың ішінде біздің котлеттеріміз тез пісіп шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мөлдір. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.